Сәлем достар, бүгін біз шайға оңай әрі дәмді хворс дайындаймыз. Бізге керегі 2 жұмыртқа, шым-шым тұз бен шым-шым ас содасы қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Керегінше ұнды саламыз. Ұнды салып, жақсылап қамыр илейміз. Басында қолымызға жабысқақ болады. Кішкене ұннан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды алып, шетінен жайып бастаймыз. Домалақ әдемілеп, дәл видеода көрсетілгендей жұқалау қылып жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, үстінен ұн сеуіп, жабысып қалмас үшін 4 бөлікке бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Дәл видеода көрсетілгендей. Қамырымыз бір-біріне жабысып қалмау керек. Арасын ашып, әдемілеп қойып қоямыз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, бір уыстан салып, қуырып аламыз. Қамырымыз тез піседі. Дайын болған хворсымызды тарелкаға салып, үстіне сгущенка құямыз. Теркадан шоколадты өткізіп, әдемілеп әрлейміз. Осымен біздің хворстымыз дайын. Ас болсын.